Нарма балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 21-ші сабақ, сабақтың тақырыбы уақыт біздің құндылығымыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бізге кесте берілген, бұл тұжырымдамалармен келісесіңдер ме? Я немесе жоқ белгісін қойып шығамыз. Бірінші, уақыт өлшенеді. Иә. Уақытты бағындыруға болады. Жоқ, уақытты бағындыруға болмайды. Балалар, мен осылай өздерің иә болса қосу таңбасымен, жоқ болса алу, яғни бір сызықшаны қойып белгі беріп өтулеріңе болады. Үшінші, уақыттың жылдамдығына теңеу сөз таба аламын. Жоқ. Төртінші, уақыттың жылдамдығына эпитет сөз таба аламын. Иә. Бесінші, уақытты үнемдеуге болады. Иә. Алтыншы, уақытты азайтуға, қосуға, бөлуге, көбейтуге болады. Жоқ. Жетінші, уақыт жалқаулықты көтермейді. Жоқ. Міне балалар, осылай бірінші тапсырмаға өздерінің тұжырымдамалар бойынша иә немесе жоқ белгісін қойып шығыңдар. Екінші тапсырмада өз уақытыңды тиімді пайдаланып жүрсің бе? Өз ойларыңды айтып өтіңдер. Өз уақытымды тиімді пайдалануға тырысамын. Мысалы, мен өз уақытымды тиімді пайдалануға тырысамын. Өз пікірлеріңді айтып өтіңдер. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден өтті. Ұлы ақын. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Семей өңіріндегі Шыңғыстауда дүниеге келген. Шығармалары дүние жүзінің көптеген тілінде аударылған. Абайдың өлеңдері, әндері, қара сөздері, аудармалары ел арасында кеңінен таралған. Мына өлеңді түсініп оқимыз. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Абай. Өлең жолында кездесетін мына сөздермен таныс болып өтейік. Махрұм қалу, яғни бос қалу, құр қалу деген мағынаны білдіреді. Медресе, ислам дінін оқытатын орта және жоғары оқу орны. Шен алу, дәреже немесе атақ алу деген сөздердің мағынасын береді. Енді балалар, оқулықтағы үшінші тапсырмаға қарайық. Өлеңдегі кейіпкер не үшін өкінеді? Кейіпкердің өкіну себебі ол жасында ғылымның қажет екенін ескермей, ер жеткен соң қолын кеш сермеп, одан махрұм қалғанын өз басының айықпас қасіреті ретінде өкінетінін жеткізеді. 15-ші қара сөзінен. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады. Есер кісі орнын таппай, не болса сол, баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәртебе болмаса, жұмасына бір, ең болмаса айында бір өзіңнен есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен?
Бесінші тапсырмаға қараймыз. Бізге сұраққа жауапты кесте сызба түрінде бейнелеп көрсет дейді. Яғни ақын айтқан орынды істерге не жатады және баянсыз, бағасыз іске не жатады. Ақын айтқан орынды іске қызығу, құмарланып іздеу, күнінде бір немесе жұмасына бір өзіңнен өзің есеп алу. Баянсыз, бағасыз іске не жатады? Баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығу, құмар болу жатады. Жетінші тапсырмаға қараймыз. Бізге сызба берілген. Айбар 5 сағат бойы уақытын қалай пайдаланғанын диаграмма бойынша түсіндір. Өзің үшін қандай қорытынды шығарасың дейді. Яғни Айбар бос уақытын ойын, үйірме, үй ішіне көмек беруге және күндізгі ұйқыға, ұйқының барлығына ат салысады екен. Балалар, өлең, яғни есімізге түсіріп өтейік. Өлең бұл белгілі буын, өлшемі бар, ырғаққа, ұйқасқа құрылған көркем сөз. 8-ші тапсырмада бізде берілген Абайдың жасымда ғылым бар деп ескермедім әнін тыңда, үлкендердің көмегімен Абай әндерінің тізімін жаз дейді. Абайдың әндері: көзімнің қарасы, айттым сәлем қаламқас, домбыраға қол соқпа Абай, желсіз түнде жарығай, 8 аяқ. Балалар, міне Абай атамыздың әндерінің аттарын жатқа жаттап алайық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.